Париждегі мечіттердің біріне имамына bir bala kirip келет дағы тақылдатып, сізді сыртта апам шақырып атады дейді. Не ол десе, балам, апам сізді шақырып, мені сізге тәрбияға берген атады дейді. Имам таң қалып, апаң ішкері кіре бермейді десе, апам мұсылман емес, мечіттің ішіне кіргенге болбайды дейді. Сіз шықпасаңыз болбайды дейді. Имам таң қалып, мұсылман емес болса, ана менен тәрбие алсын деп отса, бұл қандай екен деп чұрқап шықсам дейді. Шындығында мына ошол мұсылман емес аял екен дейді. Емне oldu? Балаңызды маға беруге мақсат емне? Себеп емне деп сұрасам, қошынамның балдары күнде қарап тұрсам, ертеменен жұмышқа баратқанда атасын, апасын қолын өп, пешінесіне сүртіп кетеді. Сілер сияқты қарағанда бардығы мейірімді, бирок біз қанша балаға мейірімді башқа болбойлы, біз мұсылман еместердің балдары қарағанда бізді қарлар үйіне апарып таштап қойып атады. Мен мұсылмандарды өзім мұсылман болбосам дағы мұсылмандың тәрбиясына ашық болып келдім деп айтқан арманын айтқандағысы, шындығында бұл исламдың несі? Мына ошол адамзат жашырып болбаған bir өзгөчө bir bağlılığı, iman tarbiyası, İslam tarbiyası. Tileke karşı mına ушундай bir bağlı tarbiyalarımız бар болып туруп, бул негизги нерселер бизди менчик болуп туруп, бүгүн демек ушул нерсеге басым жасай турган болсок, биз мусулманбыз деген мамлекетте. Бизде 90% эл, өзбеги болсун, тажиги болсун, кыргызы болсун, мусулман деген мамлекетте бир да карылар үйү, бир да жетимдер үйү болбош керек эле. Тилекке каршы күндөн күнгө көбөйүп атат, күндөн күнгө көбөйүп атат. Илгерирээкте арабтарды алып келсек, жалаң мечит салат элек. Оорунун түрү көбөйдү, азыр фап салдыра баштадык, мечит толуп кетип. Мектеп башкалар жетишпей, мына ошол класс жетишпегенден мектепке алуудагы проблема болуп, ошол тармакта коррупцияга батып кетти дегенден бүгүн уже мектеп салдырууга өттүк. Мына азыр мен өзүм күбөмүн, мына бизде Нокатский подъемда, оштун центринде bir $700.000 bir проектте карылар үй 3 этаж жанагы лифти менен башкасы менен жетимдер үйү менен кошо салдырып атабыз, уже бүткөнү калды, мына быйыл күзүндө тапшырууга берилет. Арабтарды алып кеп, уже биз азыр мусулманбыз деп көкүрөгүн каккандар, жетимдер үйү батпай калып, жетимдер үйүн, карылар үйүн салдыра баштадык. Бишкекке барсаң, орус көп, башка улуттар көп. Бирок биздин Ошто өзбек, кыргыз, тажик эле бар. Башка улуттар бардыр, бирок саналуу жок эсе. Орус көрсөң таң каласың, "И орус жүрөт Ошто" депчи. А Бишкекте эки адам бири орус. Демек биз Ошто 90% эмес, 100% мусулмандарбыз десек жаңылбайбыз. Бирок ушул 100% мусулман деген Ошто деле бүгүн карылар үйүнө муктаждык бар, жетимдер үйүнө муктаждык бар. Мунун себеби эмнеде? Мунун себеби биздин динден алыс